Кез келген ыстық тамақпен ұсынуға болатын және тәбетіңізді ашатын сәбіз салатын жасаймыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен сәбізімізді өткіштен өткізіп, міндетті түрде салқын сумен жақсылап тұрып жуасыздар. Жуып болғаннан кейін үстіне бір ас қасық тұз салып, салмақ түсірмей, мыжбай, қыспай араластырамыз. Одан соң бетін жауып 1 сағатқа қалдырасыздар. Жуамызды майдалап турап аламыз. Қызып тұрған майға жуамызды қуырып, жақсылап тұрып сарғайғанша қуырып аласыздар. Тұзымызды, кристаллигімізді, қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды, паприкамызды салып араластырасыздар. Одан соң 1 сағат өткеннен кейін жаңағы сәбізіміздің сөлі бөлініп шығады. Оны бөлек ыдысқа құйып аласыздар. Үстіне сарымсағымызды салып, қуырылған майымызды салып, 1 ас қасық уксусымызды құйып, тағы да жақсылап араластырасыздар. 15 минут өткеннен кейін ыдысымызға салып, қонағыңызға ұсынсаңыз болады. Дәмі енді мощный, сочный болады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Әлден Гаухар.